Азаттықтың ұлы күні ұлыс құтты болсын. Жаңа келген наурыз жерге қоныс, елге ырыс әкелсін. Құранның сөз естілген жерге Құдайдың көзі түседі деген қағида бар. Маңғыстау қай ғасырда да Құдайдың сөзі алғаш естілген аймақ ретінде аңызға айналған өлке. Оның 360 әулиенің ел атануы да тегіннен тегін емес. Бүкіл тан қобби жатыр. Ол мынау іргелеріңіздегі Сұлтан Үпіде. Маңғыстаудың жерінде әулиелі Ханафия әулетінің ұрығынан тараған атақты Мұса бірадар жатыр. Ол қазір Шопан аталып өзеннің түбінде. Одан тараған ұл Сүлеймен жатыр. Ол Шақпақ ата атанып, анау Сартас шығанағының қасында. Осылай тізбелеп кете беретін болсақ, Туран халықтары түгел түркі әлі тізесін бүкпей тұрған күннің өзінде Аллаға басып, иманға ұйған топырақ Маңғыстауда осы бір үлкен жора еш уақытта жоғалып көрген жоқ. Мұндағы жайлайтын ел қазақ атанғаннан бері де осы қасиетті қағида аяққа басылып көрген емес. Оның ең үлкен өнегесін көрсеткен осы топырақты иеленіп отқан елдің қанына жігер қосқан, жүрегіне ар қосқан Алланың жердегі уәкілдерінің ең бір ықпалдысы болған атақты Бекет бірадар. Ол өз қолынан таудан да, тастан да, құмнан да, ойдан да Құдайдың қақпадан кейінгі қасиетті үйін салуға болатындығын көрсетіп, 4-5 мешітті өз тұрғызып кеткен. Бекеттен қалған жолды кейінгі ұрпақтарда ұмытқан жоқ. Осы Маңғыстаудың қай кезіне, қай пұшпағына барсаңыз да, ең алдымен көрсететін киелі орны мешіт болған. Ондай көнелікті мешіттер қазір бүкіл қазақ руханиятының ең бір қадірлі тарихи ескерткіштері ретінде сонау Манашының Ашшығар сайының бойында жатыр. Аусарының бойында жатыр. Мырзайыр мен Саздының құмында жатыр. Сонау Самнан бастап Жаңғақтыға дейінгі екі ортадағы солай жазиралардың бойында осы елге дәулет бітірген, ырыс бітірген, парасат бітірген талай бабамыздың қолынан шыққан қасиетті жорнақтар жатыр. Оны жоғалту мүмкін емес. Өткен ғасырдың неше бір есалаң ағымдарының өзі де бұл жердегі халықтың есінен Алланы, Құдайды, Бекетті еш уақыт есінен шығарып көрген емес. Соның арқасында да қазір Құранның сөзі қайта оралып, Құдайдың көзі қайта түсіп тұрған кезде ырысты алдымен дарытқан ел Маңғыстау топырағында мынандай ақ күмбездің көтерілуінің алдартында осындай ұлан ғасыр тарих жатыр. Сол ұлы оқиғаның бүгінде ұлыстың күні біткені тағы да бір сәтімен болған іс екендігін көрсетеді. Тәуекел етіп басталған іс тәубеге жеткізіп тынатындығын көрсетіп тұр. Енді бұдан бұлайға да тәуекелдеріңіз осындай мықты болса, нәтижесі құтты болатынын көріп тұрсыздар. Жаңа менен бұрын сөйлеген ағайындар айтып жатыр, жердегі ырыс несібе берекенің барлығы сұқты көзге де, сұстанған сөзге де берілмейді. Өзімен бірге өмір сүріп жатқан кісілерге деген жақсы ниет, жақсы пиғылға беріледі. Кейінгі ұрпақтың ырыс несібесіне еткен ыждахатты еңбекке беріледі дейді. Бұл қасиетті қай уақытта да есінен шығарып көрмеген Маңғыстау халқы жасампаздығымен аты шығып, Құдайдың көзіндегі, Құранның сөзіндегі жақсылықтардың иегері бола беретініне мен кәміл сенемін. Жаңа келген жыл шаңырақтарыңа тыныштық әкелсін. Дастархандарыңызға ырыс әкелсін. Балаларыңызға бақыт әкелсін. Жандарыңыз мықты болсын, мерекелеріңіз құтты болсын.